Менің видеоларым біреулердің отбасын бұзып жатыр екен. Бүгін бір әйел маған сіздің видеоларыңызды атам статусына салып қойып, маған не дәлелдей алмай жүрсіз деп ол кісіге айтамын деп екеуміз қырылысып қалдық деп жазған екен. Бұл бәлеқор әйелдің көрінісі. Шындықты айтқан адам ұябұзар емес, нағыз ұябұзарлар сол шындықты жек көретіндер. Ондай әйелдер өмірді дүниемен өлшейтін, қанша жақсылық жасасаң да жақсылықты білмейтін, дүниеге тоймайтын, тойымсыз жандар. Ата-енелерге айтарым, сіздер өз үйлеріңізде жалтаңда, өздеріңізді ол үйде артық сезініп өмір сүрмеңіздер. Ол үйдің әрбір бұрышында сіздердің маңдай терлеріңіз бар. Балаларды өсіріп, енді жетілдіріп, қызығын көрем ба деген кезде өз үйлеріңізде үнсіз құл болып өмір сүру, ол әділет емес. Балалардың құлағына әзірден құйыңыздар. Еркек әйелдің жетегінде кету үшін емес, еркек әділ қорған болу үшін жаратылған. Әйелді сыйлау мен әйелдің жетегінде кету екеуі екі бөлегі ғой. Бүгін сіздің емес, әйелдің сөзіне жығылған балаңыз, сіз қартайған кезде балаңызға да қажет болмай қалуыңыз мүмкін. Өз ата-анасын қорғай алмаған бала ертең өз балаларын да қорғай алмайды. Ал әйел бай керек болса тәрбиеге көнегетін болады. Себебі қазақта әйелді бастан деген сөз бар. Бұл сіздерді біреулердің отбасын ажырату үшін емес, керісінше сол ажырауға алып бара жатқан шіріген тамырды кесу үшін. Әрине шындық өте ауыр, бірақ сол ауыр шындық өміріңізге ем. Ал жалған жұбату тағдырыңызға құйылатын у екенін түсініңіздер.